28 маусым елімізде бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің сонымен бірге байланыс саласы мамандарының кәсіби мерекесі. Әуелде тәуелсіз Қазақстанның журналистикасы күні 10 мамырда атап өтіліп келді. Себебі 1870 жылы дәл осы күні қазақ тіліндегі алғашқы басылым Түркістан уәлаяты газетінің алғашқы саны жарық көрген еді. 1997 жылы бұл дата өзгертіліп, журналистердің кәсіби мерекесі бақ туралы Қазақстандық алғашқы заң шыққан күн 28 маусымға белгіленді. Ол баспа және өзге де бұқаралық ақпарат құралдары туралы Қазақ КСР заңы деп аталды. Сол жылдан бастап тілшілер мерекесі маусымның соңғы жексенбісінде атап өтіліп келді. 2011 жылдың қазанында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев еліміздегі кәсіби және басқа да мерекелер тізімінің жаңа редакциясын мақұлдады. Оған сәйкес 28 маусым байланыс және ақпарат құралдары қызметкерлері күні болып бекітілді. Мерекеден тыс елімізде тілшілер арасында жыл сайын дәрежелі байқаулар жарияланып, 4-ші билік ел дамуына өзіндік үлесін қосып келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары арнайы техникалық құралдардың көмегімен кез келген тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған әлеуметтік мекемелер. Сарапшылар олардың мынандай ерекше белгілерін атап көрсетеді. Жариялылық, яғни тұтынушылардың шексіздігі, арнайы техника құралдардың, аппаратуралардың болуы, ақпарат таратушының қабылдаушыға біржақты ықпалы, тұтынушы аудиторияның тұрақсыз әркелкілігі, қоғамның өмір сүруін қамтамасыз етуде бақтың рөлі зор. Наполеон жауға қарсы жүздеген мың қол әскерден 4 газеттің ойсырата соққы беруі мүмкіндігі зор деген. 1840 жылы француз жазушысы Оноре де Бальзак баспасөзді 4-ші билік деп атады. Билік институтында бақтың тура мағынасындағы орны болмағанымен, оның саяси процестегі орнын асыра бағаламау мүмкін емес. Қазіргі кезде электронды ақпарат құралдарының пайда болуымен бұл әлеуметтік институт бүгінгі қоғамның саяси биліктің қатынастардың барлық қырларын түбірімен түрлендіріп жіберді. Бақтың атқаратын қызметі әртүрлі. Сарапшылардың пікірінше, олардың аса маңыздыларына мыналар жатады: ақпараттық, білімдік, әлеуметтендірушілік, мүдделерді тоғыстырушы, саясат, ықпалдасуы, жұмылдыру және тағы басқалары. Бақтың ақпараттық қызметі азаматтарға, билік органдарына, қоғамдық институттарға аса маңызды жалпы оқиғалар, құбылыстар, процесс жайлы мағлұматтарды таратудан тұрады. Бұл қызметсіз кез келген қоғамның толыққанды өмір сүруі мүмкін емес. Бақтың білімдік қызметі азаматтарға әртүрлі ғылым саласынан, қоғамдық гуманитарлықтан жаратылыстану ғылымдарына дейінгі танымдық хабарларды дайындап таратуынан көрінеді. Әрине, ол толыққанды жүйелі арнайы оқу орындарында берілетін ғылымды қамтамасыз ете алмайды. Дегенмен де қазіргі қоғамда адам өз өмірінің әр кезеңінде білімінің басым көпшілігін осы бақ арқылы алады. Бақтың әлеуметтендіруші қызметі адамдардың әлеуметтік ережелерді, құндылықтарды сіңіріп, мінез-құлықтарын қалыптастыруға септігін тигізеді. Бақтың жүйелі түрде күнделікті қалың қауыммен қауышуы оны жеке тұлғаны әлеуметтендіруші алғашқы институттар, отбасы, дін, мәдениет ошақтарымен қатар бір орынға қойды. Бақ арқылы адамдар өздерін жалпы әлеуметтік, жалпы әлемдік процестердің бір бөлшегі ретінде әрі өзінің қоғамға, мемлекетке, саясат әлеміне қатысы барлығын сезінеді. Саяси журналистердің үгіт-насихатының арқасында азаматтар әлеуметтік саяси процестердің белсенді қатысушыларына айналады. Бақтың мүдделерді тоғыстырушы қызметі. Бақ қызметінің міндетті тұсы саяси мүдделерді тек бақ арқылы ғана емес, сонымен қатар азаматтық қоғамның басқа да институттары арқылы жүзеге асырылады. Бірақ кейбір жағдайларда тек бұқаралық баспасөз бен теледидар ғана алғашқылардың бірі болып қоғамдағы өзекті мәселелерге назар аударады. Ықтимал әлеуметтік және саяси қақтығыстар жайлы дабыл қағып, билік құрылымдарына жағдайды саралап,
арнайы шешім қабылдауына итермелейді. Бұқаралық ақпарат құралдарының ағартушылық қызметі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді өз дәрежесінде бағалау мен реттеуге бағытталады. Масс-медиа азаматтардың бүкіл өмірін қамту арқылы олардың саяси және әлеуметтік ақпаратты ұғынуға ықпал жасайды. Сондықтан азаматтардың саяси біліміне бұқаралық ақпарат құралдарының әсері мол. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы ағартушылық әлеуметтендіруі қызметімен тығыз байланысты. Дегенмен, ағартушылық жүйе білім игеру мен тұлғаның танымдық және құндылық мүмкіндіктерін кеңейтсе, саяси әлеуметтендіру халықтың саяси нормалар, құндылықтар мен мінез-құлық үлгілерін игеруге ұмтылдырады. Бүгінде қазақ тілді Жарқайың тынысы газеті мен орыс тілді Целинное знамя газеті және Сарыарқа телеарнасы мен Мегаполис радиосы аудан тұрғындарына үздіксіз қызмет етуде. Халыққа ауданымызда орын алатын оқиғалар мен жаңалықтарды өз уақытында жарыса жариялап жүр. Аудан тұрғындарының төрінде Сарыарқа телеарнасы қосулы болса, қолдарында ауданды газет барына шүбәміз жоқ. Қала көшелерінде жергілікті радио ақпарат таратып, әуезді әндермен халықтың көңілін көтеруде. Ауданымызда қандай да бір маңызды іс-шара болсын, жоғарыда аталған бақсыз өтпеген. Себебі еліміздің басты саясаты ақпараттың ашықтығы әрі түсініктілігі. Осы жолда бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері талмай еңбек етіп жатыр. Біз әріптестерімізді осынау мерейлі мерекесімен құттықтай отырып, бағдарламамызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.